әр ұрпақ өз бойындағы міндетін атқару керек. Әр ұрпақ. Енді біз ұзақ жыл отар болған халықпыз. Ұзақ жыл өзімізді жоғалтып алған халықпыз. Негізі біздің тамырымыз тереңдеді. Біздің адамзатқа қосқан үлесіміз де көп еді, мол еді. Енді біз жойылдық. Бұл бейне бір қатты ауырып, талып, салданып, жарым жыл, бір жыл тіпті одан да көп уақыт төсек тартып, есінен айырылып, есі кіресілі шығасылы болып, сосын барып, әрең есін жиып жатқан, саусағы қыбырлап, көзі қыбырлап жатқан адам сияқтымыз. Енді осы барыста біздің халыққа керегі саяси сауаттылық қана. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Сосын көп жұрт айтады: мен етікшімін, мен балықшымын, мен қойшымын, менің саясатта қақым жоқ дейді. Бұл енді мүлде қате сөз. Мүлде қате сөз. Саясатта қақым жоқ деген адам, ол ақымақ адам. Саясатта пенен тек малдың ғана қақысы болмайды. Адам баласы болсаң, ол сенің қақың болады. Сенің қақың болады. Қақың болуға да тиіс. Себебі сен ұрпағыңды өсірдің, балаң таптырдың. Балаң таптырдың, не Абрахам Линкольн сөйледі. Балаң таптырдың. Енді сен сол балаңның қалай өскені, біреудің қорқылды ма, қылмады ма, нақақ өлтірді ма, соттады ма, қорлады ма, мал мүлкін тартып алды ма, сен сол балаңның қақын қақтайсың ғой. Тура сол сияқты саясат деген сол. Егер сен қарамасаң, мен жемеген қарым боғымен піссін десең, ол қарамаса, онда әрине тұтас мемлекеттің байлығын саусақпен санарлық ат дөбеліндей зұлымдар ұрлайды, жырлайды. Сосын алтындай азаматтарды нақақ қамайды. Соның барлығы сол жаңа балықшының, соның барлығы жаңағы етікшінің саясатқа кірмеймін дегенмен. Ұлттың басына қауіп төнгенде екі-ақ түрлі адам бар. Ұлт сатқындар бар, және күрескерлер бар. Үнсіз қалғандар, кірмейтіндер, бейтарап тұрам дейтіндер ұлт сатқындарына жатады. Сондықтан қазақтар оянайық.